Саламатсызбы? Эгер сиз биздин каналга жаңыдан болсаңыз, жазылыңыз, лайк басууну унутмаңыз. Лайк баскан адамды Алла сактасын. Ыстықтар не істеу керек? Көбірек су ішіңіз. Суды дұрыс ішу ағзаның жақсы жұмыс істеуіне және су-тұз балансын қалыпқа келтіруге қолайлы жағдай жасайды. Ыстық күнде суды тұтыну көлемін арттыру қажет. Денедегі су тапшылығын толтыру үшін газдалған немесе балшырын суды емес, кәдімгі ауыз суды тұтыну қажет. Егер сізде созылмалы ауру болса, дәрігердің кеңесін орындау керек. Ең ыстық уақыты 12:00-ден 16:00-ге дейін далаға шықпауға, әсіресе күн астында жүрмеуге тырысыңыз. Күніңізді осы уақытта жұмыста немесе үйде болатындай етіп жоспарлаңыз. Көбірек душ қабылдаңыз. Тұрақты тазалау дененің тиімді тыныс алуына көмектеседі. Су бөлме температурасында болуы керек. Мұзды сумен шомылу дене температурасының күрт өзгеруіне байланысты пневмонияны тудырады. Әрине, ашық су бассейндерінде жүзуге болады, бірақ шомылуға тыйым салынған бассейндерде жүзуге қатаң тыйым салынады. Таңертең және кешке көбірек қозғалыңыз. Мұндай ыстық күнде әрекетсіздік гипертонияның, жүрек қан тамырлары ауруларының және тромбоздың дамуына әкеледі. Диетаны өзгертіңіз. Ыстық күнде көбірек салқын тағамдарды жеңіз. Майлы сүт пен ет өнімдерін жеуге болмайды, бірақ балық пен көкөністерден бас тартпаңыз. Сүт өнімдеріне ерекше назар аудару керек, күн сәулесінің әсеріне ұшыраған және жарамдылық мерзімі өтіп кеткен өнімдерді сатып алмау керек. Тұз қосылған тағамдарды міндетті түрде жеу керек, өйткені жоғары температурада дене терлеу нәтижесінде натрийді көп жоғалтады. Синтетикалық матадан тігілген киімдерді кимеуге тырысыңыз. Қалпақ немесе панама киюге ұялмаңыз. Өйткені жылу соққысы негізінен басы ыстық болған кезде болады.